Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер асқабақтан керемет песочный пирог дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Қажетті ингредиенттеріміздің мөлшерін әдеттегідей описанияға жазып кетемін. Бірінші әдеттегідей қамыр басып аламыз. 240 грамм ұнға бір қопсытқыш қосамыз. Шым тұз саламыз. 50 грамм қант ұнтағын қосамыз. 120 грамм тоңазытқыштан алынған салқындатылған майды үккіштен өткіземіз. Қолымызбен қамырдан крошка жасаймыз. Үстіне бір тұқым жарып салып, қамыр басамыз. Қамырымыз керемет жұмсақ, біркелкі болып шығады. Дайын қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір жағын көбірек, бір жағын азырақ етіп аламыз. 4-1 бөлігін домалақтап аламыз да, бір пакетке салып, морозилкаға, тоңазытқышқа салып қоямыз. Формамыздың астына пергамент қағазын салып, май жағамыз. Үстіне қамырымызды салып, тегістейміз, бортик қалдырамыз. Қамырымызды тегістеп болған соң, формамызды тоңазытқышқа сала тұрамыз. Енді салмасын дайындайық. Асқабағымызды алып тазалаймыз. Осы асқабақтан бізге тек 300 граммы ғана қажет болады. Осы 300 грамм асқабағымызды алып, үккіштен өткізіп аламыз. Салмасына бізге 350 грамм творог қажет болады. Творог менде тәтті түрі. Тәтті творог болса, онда қантты азырақ саласыңыз, ал творогыңыз тәтті емес болса, онда қантты 2 есе көбірек қосасыз. Бізге финики қажет болады. Финикиді ішін тазалап және уақтап кесеміз. Тазаланған кескен күйінде 40 грамм финики қажет. 50 грамм қант қосамыз. 50 грамм кукурузный крахмал қосамыз. Екі шымшым тұз. Жаңағы финикимізді қосамыз. Сонымен қатар бізге бір апельсиннің цедрасы қажет болады. Оны үккіште өткізіп саламыз. Үстіне 2 тұқым жарып саламыз. Измельчителінің көмегімен уақтап аламыз. Үстіне үккіштен өткізілген 300 грамм асқабақ саламыз. Қасықпен немесе лопаткамен абайлап араластырамыз. Салмамыз дайын.
Дайын қамырымыздың үстіне начинкамызды саламыз. Тегістеп аламыз. Жаңағы тоңазытқышқа салынған 4-тен 1 бөлік қамырымызды алып, үстіне күштен өткізіп саламыз. Дұрыстап тегістейміз. 180 градус пешімізде 40 минут пісіреміз. Дайын пирогымызды аз ғана суытып, үстіне пудра сеуіп, формамыздан босатып, кесіп, әдемі тарелкаға саламыз. Пирогымыз өте дәмді болып шығады. Қамыры өте жұмсақ, ал салмасы мол. Апельсин дәмі бар асқабақтың пирогы дайын. Пісіру жолы өте оңай, ал дәмі ерекше. Бұл пирогты ыссы күйінде де, салқын күйінде де жеуге болады. Өте дәмді. Осы рецептпен сізге де дайындауға кеңес беремін. Сіз де дайындап, жанұяңызды қуантыңыз. Асқабақ жемейтін адамдардың өздері бұл пирогты ұнатып жейді. Кескенде өте жұмсақ. Сіздермен бірге болған сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Астарың дәмді болсын.